Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл толуына арналып шығарылған экономика тақырыбындағы өзінің 21 томдық заңнамалық ғылыми еңбектерін тұсаукесерін жасау үшін келесі Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің экономика институтының директоры, экономика ғылымдарының докторы, профессор, академик Патент Оразалы Әбденұлына беріледі. Құрметті ұстаздар, қазақтың болашағы жастар, біріншіден егеменді еліміздің тәуелсіздігіне 20 жыл толып отыр. Үлкен мереке. Осы мерекемен сіздерді шын жүректен құттықтаймын, табыс тілеймін. Әділ Шаяхметұлы, кеше ғана өмірден өткен қазақтың біртуар азаматы, ғалым, заңғар Сауыз Имановтың кешке заман кітабын ақтардым. Сол Сауыз Имановтан бірге біз депутат болғанбыз 90 жылы. Сонда кітапты ақтарып қарап отырсам, қалай біздің егемендігімізді алғанымыз, қалай тәуелсіздікті алғанымыз, декларация туралы көптеген мәселелердің еске түсті. Мен мына жастарға айтайын, ол Ақтөбе жоғарғы кеңесінің депутаты, член президент Верховный Советі, ғылым білім комитетін басқаратын. Әрине ең жас доктор. Сонда мына тәуелсіздігіміздің туралы декларация қабылдағанда Қазақстан Республикасының президенті төрде отырып, біз депутаттар қалды. Сонда бірінші гимн, әнұран, рәміздеріміз қабылдағанда тұрдық бәріміз. Сонда бір-бірімізге қарасақ, талай азаматтың көзінен жас шығып тұр сонда. Үлкеніне, кішісіне қарамастан. Тәуелсіздік декларация алған уақытта өте қиын жағдай болды. Біз 353 депутат едік. Оның 47% өзіміздің қаракөздер. Ал декларация, конституционный заңдар алғанда 3-тен 2, 4-тен 3-тен алу керек дауысты. Непростое большинство. Сондықтан әр академик, ол уақытта академик Зейманов, академик Есенов, бывший президент, академик Қозыбаев, тарихшы, академик Сартай юрист сіздердің коллегаларыңыз. Міне небір академиктер 10-15 адамнан алып, сөйлесіп, сіздің еліңіз бар, жеріңіз бар, тәуелсіздік алып жатыр. Бізден ата-бабаларымыз аңсаған жері елі. Дауыс беріңіздер дегенге дейін бардық қой. Солай дәлелдедік. Себебі государственный суверенитет алған уақытта 70 адам қарсы болған. Ал независимость алған уақытта 3 адам қарсы болды. Міне соға шейін барды. Қандай өмірдің соншалық қиындығы. Міне сол қуаныш. Мен енді кеше ғана мынау Қазправдада жазылды. Успехи неоспоримый деген экономическое развитие Казахстан за 20 лет независимости. Бұлай, өздеріңіз оқыған шығарсыздар. Мен осы қалдырам жастарға. Біз қалай экономикалық өстік, қандай жетістіктерге жеттік, осының бәрі осы газетте бар. Сол себептен мен мына презентация деп жатыр. Бір жағы, екінші жағы, мен тәуелсіздіктің басында тұрғаннан кейін осының бәрін еске түсіріп айтып отырмын. Тағы бір информация ретінде айтайын. Концепция о стратегии национальной безопасности деген материалды дайындап жатырмыз қазір. Коллектив ученых, үлкен кісіге жалпы мынау әсіресе кризистен кейін енді жаңа ғаламдағы процесс, жаңа дамуда қалай жүреміз? Жаңа академик Тасбаба сол айтып кетті ғой. Біздің жаңа безопасностьымыз түрлі салаларға бөлінеді. 15 тармақ. Научно-политический, безопасностный и экологический. Соның бәріне четко ұсыныстарды дайындап жатырмыз. Оның да бір мәтінін сіздерге құдай береміз. Міне осыны айтып, енді өте қысқаша мен сөйлейін. Мынау кітаптарға әрқайсысына 2-3 минут тоқтасам, 1 сағат уақыт кетеді. Осы кітаптардың бәрін сіздерге қалдырамын, асықпай оқисыздар, өздеріңіз көресіздер. Менің ойым қалай? Менің ойым мынау біз жаһандану процесіне кірдік қазір. Дүниежүзілік.
Мына осында мұғалімдер отыр. Ең ішінде менің қатары бар, үлкені бар, кішісі бар. Біз басқа системада, басқа жағдайда тәрбиелендік. Ол уақытта бәрі жабық болған. Когда я член президиума Советского Союза стал, мені сборная СНГ плюс етті. Бірақ айтты, 63 емес, 57-те күресесің деді. Ал сонда егер бізде Совет одағында 6, біріншіден 6 орын адамдар призер деп айтатын. Бірдесінесі Спартак народного союза. Соның 6 орын адамға барсам, чемпионы олимпийский, чемпион мира болатын. Соншалықты біз күштетіндік. Бірақ өтпейтінбіз. Бізді жібермейді. Ал енді төмен күреске түсу, ол 5 жыл өмірін қысқарту деген сөз. 7-8 килограмм қуу. Міне сондай жағдай болған өмірде. Қазір ашық қой, пожалуйста, кіммен көрсем десеңдер де. Қалай барам десеңдер де. Сондықтан айтайын дегенім, мынау дүниежүзі жаһандану процесіне шыққаннан кейін Бресттік кризис болды. Дүниежүзінде не деген мемлекеттер кризистер қатты туады. Америка, Японияның жалпы ішкі өнімі 6%-ға түсіп кетті. Германияның жалпы ішкі өнімі 6,5%-ға түсті. Россияның жалпы ішкі өнімі 9%-ға түсіп кетті. Ең екі мемлекет, Қытай, Индия 7-8-9% өсіммен шықты кризистен. ТМД мемлекеттердің ішінде Қазақстанның үкіметі, мәдениет президентіміз бас болып кризиске қарсы бағдарламалар жасалып, сөйтіп Қазақстан, Әзербайжан мемлекеті жақсы шықты кризистен. Міне енді мен сіздерге айтайын дегенім, қазір енді екінші вагон кризис деп жатыр, басқа деп жатыр, бірақ ұлттық қорымызда біздің қазір 80 миллиардқа дейін ақша бар, ол уақытта 46 миллиард ақша еді. Қазір енді қандай кризис болса да одан шығуға болады бізге. Сондықтан мүмкіндіктеріміз бар. Бірақ өзіміз өндірмей, өзіміз өспейміз. Осы жерге қарағанда кішкене жерге қараймыз, себебі өндіріс күшейту керек. Онсыз болмайды. Сондықтан мен айтайын дегенім, біз осы жаһандану процесінде қалай осы мұнай, газ, қазба байлықтарды пайдаланып, шикізат экономикасы болып жүре береміз бе? Жоқ, енді біз миға, басқа ғылымға жаңа технология салып, Қазақстан мемлекетін дамытамыз бар. Міне осы мәселе тұр біздің алдымызда. Ақша жетеді. Ал бірақ соны ақылмен пайдаланып, жаңағы мынау жастар жүгіресіңдер 100 метровкаға. Міне сондай жүгірісте 100 метровка стартовый, сондай үлгі алу керек қазір Қазақстан. Мүмкіндік бар. Міне сол себептен осы туралы сіздерге айтқым келеді. Жаңа айтайын дегенім, дүниежүзі қайда бара жатыр? Дүниежүзі жаһандану процесінде бұл формируется сейчас 6-й технологический уклад. Самые развитые государства. Это нанотехнологии, биотехнологии, генная инженерия, информационно-коммуникационная технология. Мені осы жағынан қалай? Осы жағынан қарасақ, біз емес, Ресейдің өзі 6-шы технологиялық укладта 3% бар. Біз өте титтаяқ. Мені осы жағына салу керек әңгіменің бәрін. Мені осы жерде қалай болады? Осы туралы айтқым келеді. Жалпы, с точки зрения безопасности, айтатын болсам, мен екіге бөлемін проблеманы. Дүниежүзінде болып жатқан қазір. Қандай проблема? Ол бірінші проблема сыртқы проблемалар. Ол қандай проблема? Это мировые вызовы. Какие мировые вызовы? Бірінші мировые вызовы бұл мына дүниежүзіндегі сауда, ақша, тауар айналысы, соның қатынасын бұзылып кеткендігі. Бұны білесіздер, жастар, бұны Советтер одағы болды, екі система болды, социалистік система и капиталистік система. Советтер одағы уақытысында мынанша ақша шығатын болса, мынанша тауар болатын, дүниежүзінде проблемесі болатын. Советтер одағы құлады, біз егемендік алып жүрдік. Сол уақытта Америка бір жақты дамып, ақшаларды жақсылап басып жасап, дүниежүзіндегі ақшаның көлемі тауардың көлемінен 12 асып кетті қазір. Әрине кризис болады бұндайда. Міне сол себептен осы бір проблема қазір. Не үшін біздің президентіміз единая валюта болу керек, единая система, критерий единый болу керек деп айтып жатқан мәселесі осы себептен. Қазір бір мемлекетті, Қазақстан мемлекеті қаншалықты мықты болса да, біз астан ұшып кете алмаймыз. ТМД мемлекеттері бар.
юго-восточный, басқа мемлекеттер бар. Осылардан жақсы региональный үлкен лидер бола отырып, регионды дамыта отырып арқылы шыға аламыз. Қазақстан. Бұл бір. Екінші жаңа алыс технология болып қалады. Бұл үлкен вызов қазір. Сүніге мынау жастар біліп отырсын қазір. Кризистен кейін мынандай новый явление пайда болды. Бұл жаңа үлкен аймақтар пайда болды, дамып келе жатқан. Жаңа айттым ғой, Қытай, Индия, Сингапур, в общем, мынау Тынық мұхит Азия регионы. Оған біз де жатамыз былай айтқанда. Жаңа аймақ. Американың, Европаның бәрі шетелдің өзі сол жаңа аймаққа көзін тігіп отыр қазір. Көзін тігіп отыр. Содан кейінгі мынау климаттың жылуы. Потепление климата, энергоэкологическая безопасность. Бұл өте үлкен мәселе қазір. Дүниежүзін толғандырып отқан мәселе. Себебі ғалымдардың айтуы бойынша осы ғасырдың аяғында 2 градус жылайтын жылу болатын болса, мұхит 6-8 метрге жоғары көтеріліп кетеді екен. 6-8 метр дегеніміз Европа қалаларының көбісі судың астында қалады деген сөз. Өте проблемный вопрос осы потепление климата дүниежүзіндегі. Енді бір мәселе бұл адам капиталы. Бұл да жаңа вызов. Бұл бізге де өте қажет адам капиталының қазір дамуы. Дүниежүзі дамыған мемлекеттердің жылда табатын табысы адам капиталының табысынан келеді. Ол жаңа білім, жаңа ғылым, новый технология міне осыда келіп жатыр. 77%. Ал 23% келеді, это полезные ископаемые, нефть и газ осылардан келеді. Сонда Қазақстан қандай деген сұрақ туады ғой, жастар ойланып отыр ғой. Қазақстанда керісінше болып тұр енді. Біз негізінде қазба байлықтардан мұнай газдан алып жатырмыз, ал адам капиталынан жаңа технологияны жаңа айтқан өкінішке орай мизер. Міне осы пирамиданы төңкеру керек. Ол сендердің жұмыстарың. Біз әрине әлі кешіріңіз қой, ұсыныстарымызды береміз, айтармыз, ал сендер жасауларың керек осыны. Міне осы, бұл дүниежүзілік вызов. Енді Қазақстанның экономикасын модернизациялауда қандай ішкі қиындықтар бар? Олар бір-екеуін айтып кетейін мен. Ол мынандай қиындықтар. Кризистен, әлі кризистің бұлты тұр аспанда. Сол себептен біз қазір халқымызды, елімізді ойлау керек бірінші. Сондықтан тұрғын үй мәселесі, халықтың көру мәселесі жағдайы, елдің, ауылдың жағдайы. Мен осы мәселені біздің өкіметіміз, парламентіміз енді тараса жаңа парламент келеді ғой. Солар осы естен шығармау керек. Міне бұл әлеуметтік мәселе. Бұл бір. Бұл туралы дорожный карта, басқа жұмыстар жасалып жатыр, оның бәрін мен айтпаймын. Жалпы керек мәселені айтып отырмын. Екінші, еңбек өнімділігін арттыру, жұмыспен қамтамасыз ету. Міне осы мәселелер әлі проблема жетеді бізде. Әсіресе жұмыспен, жастар жұмыспен қамтамасыз ету. Ауылға барыңыздар, ол өкіметке барып Астанадан көрудің керегі жоқ, жұмыссыздық қанша екенін. Ауылға барып көрсеңіздер білесіздер, жұмыссыздықтың қалай екенін. Осы министрлер 1-2 ай ауылға жіберсе көрер еді. Ауыл мәселесін жаңа айтып отырып, мына ауыл мәселесі келген уақытта бірінші ауылын дейсіз. Сондықтан ауыл мәселесіне қатты мән беру керек деп отырмын. Себебі бәріміздің еліміз бәрі ауылдан шықты. Сондықтан ауылға беріп жатқан қаражат жеткілікті, бірақ әлі де болса ауылға жетпей жатқан мәселелер көп. Инвестиция мәселесі. Біздің ақшамыз бар дегенмен, бәрі инвестицияны мына өндіріске салу керек. Енді бір мәселе бар, ол өздеріңіз білесіздер, мынау жемқорлық. Сыбайлас жемқорлық. Сыбайлас жемқорлықты енді жеңу қиын, бірақ деңгейін өте төмен түсіру керек. Дамыған мемлекеттердің егер әр адамның күнкөрісі жақсы болса, сыбайлас жемқорлықтың жағдайы өте төмен болады. Осыдан білуге болады біздің жағдайымыз қалай екенін. Сондықтан бұл мәселемен аяусыз күресу керек. Әйтпесе экономиканы басқа да бәрі далада қалады. Міне осылар үшін не керек деген сұрақ туады. Шешу үшін. Қандай біздің потенциалымыз бар? Чем мы обладаем, мысалы. Міне осы жерде мен 3
проблеманы айтқым келеді. Үш былай аудит сияқты, үш мәселе. Бірінші мәселе, мемлекеттік шығындарды тексерейік. Жылда министр айтады, 670 миллиард не освоен остается. Дүние жүзінде ақша жетпейді, бізде ақша не освоен остается. Бұл қалай тірлік? Ары кетсе бір креслодан бір креслоға отырады, әйтпесе сонымен қалады барлығы. Міне осы мәселеге мен ойлап отырмын, әлі де жөнді көзқарас жоқ. Счетный палата айтады, оның құқығы да жоқ, счетный комитет. Сонымен қалады әлі. Екінші мәселе, бұл технологиялық деңгейді көтеру. Ең қиын дүние, осы жерде көбісі техникаға жақын азаматтар отырыстар, это технологический кризис. Ең қиын мәселе. Себебі износ основных фондов в Казахстане, начиная от 45%, тем более активы сейчас основных фондов, до 80% изношены. Тем более они к этому 4-й технологический уклад, а сейчас формируется 6-й технологический уклад. Ең қиын дүние осы. Сол себептен бізде инженерлердің қазір енді көріңіздерші, бұрын всегда были числовым программным управлением. А затем станкостроительного завода, Чекинское производственное объединение. Кадр 6-7 разряда классного, только классный, қайдан табасыз айтыңыздаршы. Ал ертең осының бәрін жасау керек қой. Жаңа форматта. Міне сол себептен қазір инженерлер дайындау мәселесі. Подготовка кадров, инженерлер кадр әсіресе өте қажет. Өте қажет. Мені осы мәселені айтқым келеді. Үшінші, оны тоқталмайын, үшінші мәселе рухани дүние. Жаңа Сейд ағамыз өте жақсы айтты. Рухани құндылықтар. Мен ашығын айтайын. Мынау дін туралы заң қарағандар секе. Мен общественный палатада біз қарадық. Министрлер отырды, доклад жасады, сөйлеп жатыр. Сонда мен айттым. Шынында біздіңге қалай көзқарас болды дінге? Дінге тура партияларға көзқарас қалай болды, сондай болды. Партиялар ашады, жазады, қосады, шығады біреу. Болмаса министр болып кетеді партияның лидері. Сонан қалады. Сатыста жібереді. Ал дінге 4500 секта бар екен. 4500 сектаға вахабистерді алсаңыз мыңдап кіріп жатыр. 200 адамнан кірсе, 200 адамнан. Уже 1 миллион бала қыздың уланды жүрегі. И бір қыз кірген, дінге кірген бір қызды бері қарай шығарып көріңіздерші қазір. Шығара алмайсыздар. Өте қиын мәселе. Қайда біздің мемлекеттік саясат осы туралы? Қайда біздің стратегиямыз? Бәрі артынан кеп айтамыз. Сондықтан бұл мәселені бізде, рухани мәселесінде, әсіресе дін мәселесі, дін саясаты жағынан, дін доктринасы осының кешегі жоқ. Оны мойындаттым, дін доктринасы стратегиясын жасалмады қазір. Мен осының бәрін жасамаса, ертең қалып қоямыз ғой. Міне осындай мәселелер, рухани құндылықтарымыз бізге өте қажет. Мен ойлап отырмын, қоғамдық ұйымдарды шақырған екенсіз. Осы қоғамдық институттар тек кабинет 20 томдық кітап емес, әр институт, тарихшы бүкіл тарихи библиотекасын осында алып келсе, тіл болса тіл библиотекасын осында алып келсе, мына біздің жастарымызға ертеңге рухани тәрбие беретін осы мәселе. Сондай